Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Менің есімім Алия. Мен сіздерге алдыңғы видеодан кейін осы бір жарым аптаның ішінде тоқыған ойыншықтарымды көрсететін боламын. Бірінші, алдыңғы видеода мен сіздерге көрсете кеткен мына ойыншықтарды, мына қоянды мысалға мен сіздерге жилеткасыз, сумкасыз көрсеткен болатынмын. Енді бұл қоянды толықтырып, мынандай жилеткасын тоқыдым, және де сөмкесін тоқыдым. Сөмкесіне мынандай әшекей бұйым брелок ретінде тағып қойдым. Қояным міне осындай болды. Мен бұл қоянға рюкзак және ішіне кітапша тоқығым келген болатын. Бірақ тоқу барысында ойым өзгеріп, міне осылай тоқып шықтым. Келесі ойыншығымыз мына піл. Бұл пілді де киімсіз, сөмкесіз көрсеткен болатынмын сіздерге. Бұл пілге де жилетка тоқыдым, және осыған ұқсас, мына қоянның сөмкесіне ұқсас сөмке тоқыдым. Бұған мынандай аюдың брелогын тағып қойдым. Бұл ойыншығым да дайын. Келесі мен сіздерге мына сәбізді көрсеткен болатынмын алдыңғы видеомда, бірақ ол мынандай сәнделмеген болатын. Көздерін, кірпіктерін, аузын тоқып сәбізді осылай сәндеп қойдым. Бұл сәбіз де дайын. Және де алдыңғы видеода мен сіздерге мына аюды көрсеткен болатынмын, бірақ бұл аюда басқа сөмке болған. Қазір бұл аюға мынандай сөмке тоқып шықтым. Бұл сөмке мындай кнопкамен ашылып жабылады. Бұл аюдың сөмкесімен ішіндегі кітапшасын мына қоянға бердім. Мына қоянның сөмкесі, енді бұрынғы аюдың сумкасын, осы қоянда ішінде кітабы бар. Егер толығырақ қарағыларыңыз келсе, алдыңғы видеода толықтырып көрсетіп кеткен болатынмын. Міне енді бұл ойыншықтарды мен алып тастайын. Сіздер бұл ойыншықтарды көрген болатынсыздар. Міне. Және де алдыңғы аптада мен сіздерге мынандай құрбақаның мастер-классының видеоурок салған болатынмын. Егер сіздер бұндай құрбақаны тоқып шыққыларыңыз келсе, осының алдындағы видеоны көріп тоқысаңыздар болады. Бұндай құрбақа менде осы аптада бірнешеу бар. Міне. Және де міне төртіншісі. Бұл төртіншісіне мен осындай тіл тоқып шықтым. Егер сіздерде осындай тілді тоқығыларыңыз келсе, бұл негізі оңай. Бірақ егер де мен бұны тоқи алмаймын, мастер-класс жасаңызшы дейтін болсаңыздар, комментарийге жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде кішігірім мастер-класс жасап, мына құрбақаның толықтыру ретінде видеоролик салатын боламын. Міне осы аптада мынау құрбақаны біз бірге мастер-класста тоқыған болатынбыз. Осындай 4 құрбақа дайын. Бұл құрбақаларды алып тастайындағыны сіздерге мүлде жаңа ойыншықтарымды көрсетейін. Ол міне мынандай кішігірім, кішкентай қонжықты тоқып шықтым. Бұда да жилеткасы бар, сөмкесі бар. Сөмкесіне мынандай брелок қыстырдым. Сөмкесінің артында handmade деген вышивкасы бар, наклейка. Бұл жапсырылған жилеткаға. Жилеткасы шешіледі, сөмкесі де шешіледі. Сөмкесіне мында тиын я болмаса кәмпит салып қоюға болады. Бұндай қонжық, мына қонжық және екінші тағы. Осындай бір қонжықты тоқыдым, бірақ бұл қонжықта әлі сөмкесі жоқ. Міне. Және де алдыңғы аптада мен сіздерге тағы мынандай кішігірім брелок киттің тоқылу жолын әдісін көрсеткен болатын. МК салған болатынмын. Егер сіздер осындай кит тоқығыларыңыз келсе, тоже осының алдындағы видеоларға кіріп тоқысаңыздар болады. Бұндай кит менде тоже бірнешеу бар. Мен сіздерге қазір көрсетіп кетемін. Жоқ, мен сіздерге қазір осы екеуін көрсетейін. Оның алдында тағы алдыңғы видеода мен сіздерге көрсетіп кеткен болатын. Тағы да 2 кит дайын болған. Менде сонымен 4 кит болды. Алдындағы китті алдыңғы видеодан
қарасаңыздар болады. Және де бұл, кешіріңіздер, камера қозғалып кетті. Мына аюдан, мына киттен бөлек, китті әрине көрдіңіздер. Алдыңғы видеода да бұндай китті көрсеткен болатынмын. Және де бұл киттерге мастер-класс видео сабақ салған болатынмын. Және жаңа көрсеткен мына құрбақаға да мастер-класс салған болатынмын. Сіздер мүлде көрмеген жаңа ойыншықтар ол міне мына аюлар. Және де міне мынандай үкі. Осындай үкі тоқыдым. Бұл үкі Аверьянова Тойс деген YouTube канал бар. Сол YouTube каналдан алып тоқыдым. Бұл менің мастер-классым емес. Міне мынандай әртүрлі радужка көздерін салып, осындай үкілер тоқыдым. Міне, да сары. Мына үкінің көзі қызыл. Осындай түрлі түсті үкілерді тоқып шықтым. Міне, жасыл. Тіпті әдемі көрінеді. Көздері жасыл, үкі құйрығы бар, қанаты бар. Өте әдемі мастер-класс және тез тоқылады. Сіздерге тағы да айта кеткім келіп тұрғаны, мендегі мынау сұр түсті жіп Woolens Bunny Baby жібі. Woolens Bunny Baby жібінен мынандай үкі тоқитын болсаңыздар 9 үкі шығады екен. Ровно 9 үкі шығады. Мен ровно 9 үкі тоқып шықтым. Міне үшеу и үшеу. Сосын тағы да мынандай фиолетовый 3 үкі тоқыдым. Мынаған әлі карабин қадаған жоқпын. Осы аптада тоқыған ойыншықтарым. Бұл аптада көп тоқыған жоқпын, өйткені басқа да шаруаларым көп болды. Кешіктіріп шығып жатыр бұл видео. Бұл видео 2-3 күн бұрын шығу керек еді. Бірақ өкінішке орай ертерек видеоны түсіре алмадым. Міне осындай ойыншықтарым дайын. Осымен видеомды тамамдайын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетіңіздер. Егер сіздерге мынандай аюға мастер-класс керек болса, тоже жазып кетіңіздер. Может, осындай аюды тоже бірге тоқып шығармыз. Жилеткасымен, сумкасымен. Әрине, мен сіздерге бос уақыт тауып, барлығының немкасын салуға тырысамын. Видеом осымен тәмам. Мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.